Ең алдымен қамыр жайып бастағанда қамырдың шеттерін қолымызбен басқылап жұқартып аламыз. Қамырымызға ұн сеуіп, видеода көрсетілгендей қамырдың шеттерінен баса отырып, қамырымызды қолымызбен жаямыз. Қамырымызға бастапқы дөңгелек формасын келтіріп аламыз. Оқтаудың көмегімен қамырдың шеттерін дөңгелете отырып жайып аламыз. Дәл осылай жая отырып, қамырымыз 5-8 см қалыңдыққа жеткенге дейін, яғни оқтауымызға жақсы оралғанға дейін қамырымызды жайып аламыз. Осындай кезінде ұнды көбірек салып, жайып жалғастырамыз. Жайған кезде қамырды екі жағынан ғана басамыз, қамырдың ортасына қолымызды алып бармаймыз. Қамырды осылай сағат тілмен дөңгелете отырып жаямыз. Оқтауға бар денеміздің күшін түсірмейміз. Қамырларыңызға көп күш түсіретін болсаңыздар, қамырларыңыздың шеттері қалың болып қалады. Тек қолдың күшімен жайыңыздар. Егер қамырларыңыз қатты жұмсақ болып жататын болса, мұндай қамырға күш түсіріп қажет емес, тек қана дөңгелете отырып жайсаңыздар болады. Қамыр жаюдағы ең бірінші ереже ол сіздің қамырыңыздың дұрыс иленуі. Қамырыңыз дұрыс илену керек біріншіден, екіншіден қамырыңыз кемінде 20-25 минут тынған, яғни демалған болу қажет. Ал қамырға дөңгелек форманы біз қамырды жайып бастаған кезде ең бастамасында қолымызбен шығарып аламыз. Екінші ереже ол қамырды дөңгелете отырып жаю, яғни барлық шеттерінен жайып шығасыз дөңгелете отырып. Ортасына қолымызды алып бармаймыз, тек шеттерін ғана жаймалап отырып қамырымызды жаямыз. Және қамырға көп күш түсірмеу. Міне осы ережелерді ұстанып отырып қамырыңызды жайсаңыз, сіздің қамырыңыз дөңгелек, әдемі, барлық шеті бірдей тегіс болып шығады. Қамырыңыздың қалыңдығын өзіңіздің жасап отырған тағамыңызға байланысты өзіңіз белгілейсіз. Егер қамырды бірінші рет жайып отырған болсаңыздар, кішкене қамырдан бастаңыздар. Ал сіздерге іске сәт. Мен берген ақпарат сіздерге пайдалы болған болса, лайк басыңыз, комментарий қалдырыңыз. Және каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыз.